Ұлы байқаусызда еденге көк бояу төгіп алған соң, оны жинап жүрген жалғыз басты ана есік қоңырауын естіп, есікке қарай беттейді. Алайда сыртқа шыққанда ешкімді таппайды. Бірнеше минуттан кейін әйел сөмкесін жинап, қала портында 8:30-да досымен кездесуге аттанады. Себебі ол оны қайықта серуендеуге шақырған еді. Сол таңертең грек қайығына бірнеше достарын шақырып, оларға серуен ұсынады. Оның үстіне Сали өзімен бірге грекке лайық деп бір құрбысын да ала келген екен. Сол сәтте Джесс келіп, Грег оның өзін жайсыз сезініп тұрғанын байқайды. Грег оған серуенді басқа күнге қалдыруды ұсынады. Бірақ Джесс достарымен бірге жүзуге баруға бел буады. Сапар барысында Джесс өзін жағалауда жалғыз оянғандай түс көреді. Көзін ашқанда оның бар болғаны түс екенін түсініп, қайықта қауіпсіз екенін сезініп, жеңіл дем алады. Сол сәтте Грег Виктормен сөйлесіп, Джесс неге көңілсіз екенін сұрайды. Виктор оған Джесс келгенде Томми туралы сұрағанын айтады. Себебі ол сапарға қатысуы тиіс болған. Бірақ Джесс оның мектепте екенін айтып, нақты есіне түсіре алмады. Біраз үнсіздіктен кейін Джесс Томмидің мектепте екенін қайталап айтады. Бірақ Виктор оның шындығын сезбеді. Кейін Джесс келіп, көңілін көтеру үшін Грег оған қайықты жүргізуді ұсынады. Джесс пен Грег жақындаған кезде Сали ренжіп, Хизерден онымен сөйлесуін сұрайды. Әйелдің даяшы әрі жалғызбасты ана екенін білген соң, Сали Грегтің Джесс сияқты адаммен қарым-қатынаста болғанын қаламай, олардың романтикасына кедергі жасауға бел буады. Кенеттен сапар кезінде жел толығымен басылып, қайық мұхиттың ортасында тоқтап қалады. Бұл жағдайды оғаш деп тапқанымен Грег алаңдамайды, өйткені оның қайығында қозғалтқыш бар, сондықтан олар жағалауға қайтып үлгереді. Алайда үйге оралуға дайындалып жатқан кезде экипаж алып дауылдың жақындап келе жатқанын байқайды. Грег бірден жағалаудағы күзетпен байланысқа шығуға тырысады. Бірақ қоңырау кезінде байланыс үзіледі. Радио арқылы әйелдің көмек сұраған дауысын естиді. Әйел кемесінде біреу экипаждың барлығына шабуыл жасап жатқанын және тірі қалған тек өзі екенін айтады. Кенеттен байланыс үзіліп, Грег көмек уақытында келмейтінін түсінеді. Дауыл күшейгенін көрген Грег барлық жолаушыларға құтқару кеудешелерін киіп, қайық ішінде тығылуды бұйырады. Су қайыққа кіре бастағанда Грег қайығының батуға жақын екенін түсініп, Викторға желкендерді кесуді бұйырады. Бірақ алып толқындар қайықты соққанда, Хизер терезе арқылы суға ұшып кетеді. Апаттан кейін тірі қалғандар оны іздегенімен еш жерден таба алмайды. Енді жалғыз амал қайықтың қаңқасына шығып, біреудің көмекке келуін күту. Бірнеше сағат өткен соң, алып кеме апат орнына жақындап келеді. Құтқарылатынына үміттенген 4 дос қуанады. Бірақ Джесс бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезеді. Қаншалықты қорыққанымен, Джесс топпен бірге әлгі үрейлі кемеге кіруге келіседі. Құтқарылғанына сеніп, колледжден бері дос болып келе жатқан Даун мен Грег құшақтасып қуанады. Ал Сали жылап, Хизердің оларға қайтып қосылмайтынын түсінеді. Бет Андреас. Достар, біз таптық. Біздің ақша тіркеуден өтудің 3 тәсілі. Бірінші, депозит үшін 750%, қосу 590 фриспин. Лайв және прематч үшін кең спорттық желі. Казино ойындарының бай таңдауы, депозиттерді сенімді және жылдам алу. Бет Андреас. Өз ережелеріңізбен ойнаңыз. Осы уақытта Виктор басқа жолаушыларды іздей бастайды. Ал Джесс кеменің таныс екенін сезеді. Бұл жерде бұрын болғандай әсер алады. Ендігі қадам капитанды тауып, жағалау күзетіне хабарласып, Хизерді іздеуге тікұшақ жіберуді сұрау. Бірақ олар жүре келе дәліздерден ешкімді кездестірмей, бәрі қайда кеткен деп таңдана бастайды. Джесс тұрып қалғанын байқаған Грег оның жағдайын сұрайды. Джесс бұл жерді бұрын көргендей сезінетінін және дәлізді танитынын айтады. Осы сәтте көрмеге қойылған суреттерді қарап шыққан Виктор мен Даун кеме 1932 жылы салынғанын және оның атауы Элис екенін анықтайды. Бұл атау жел құдайы Сизифтің әкесі Йолға қатысты. Сизиф құдайлардың жазасымен тауға тасты итеріп шығарып, оны қайта домалап түсіретін мәңгі азапқа тап болған. Кенет Грег келесі дәлізден шыққан шуды естіп, біреуді табу үшін сол жаққа барады. Виктор оны ертіп барып, еденде жатқан кілттердің тобын табады. Мұны көрген Джесс үрейленіп, бұл кілттердің өзінікі екенін айтады. Сали кілттердің қайықта болғанын біліп, Хизердің аман екенін және сол кемеде екенін түсінеді. Алайда күйеуі мұның мүмкін еместігін, Хизер тірі болса, оларға тірідей көрінетінін айтады. Асханаға жеткенде Сали досын шақырып айқайлайды, бірақ жауап ала алмайды. Кемеде жалғыз қалып, жүйкелері сыр берген кезде, кенеттен Джесс біреудің оларға қарап тұрғанын сезеді. Осы жұмбақты шешуге бел буған Виктор әлгі бейтанысты іздеуге кетеді, ал Грег пен Джесс оның артынан жүреді.
Джесс қатты қорқып, Виктордың қауіпті екенін айтады, бірақ Грег оны тыңдамайды. Себебі Джесс тек күйзелістен осындай жағдайға ұшыраған деп ойлайды. Дауласып тұрған сәтте олар бөлмелердің бірінен шыққан шуды естіп тергеуге барады. Ванна бөлмесіне кіргенде айнада театрға бару керектігін жазған жазбаны көреді. Қанмен жазылған бұл жазуды көріп, Джесс қатты шошиды, бірақ Грег өзін сабырлы ұстап, театрдың қайда екенін анықтайды. Кемеден жаман нәрсе орын алмай тұрғанда кеткісі келген Джесс салонға қайтып оралады. Ал Грег жалғыз баруға мәжбүр болады. Дәлізбен келе жатқан Салли мен Даун едендегі қан іздерін байқап, оны Хизерді табуға әкеледі деп ойлап, ізіне түседі. Осылайша олар театрға келеді, ал Джесс оларды асханада іздей бастайды. Кенеттен ол қанға малынған Викторды көреді. Досының жағдайына алаңдап, Джесс оған не болғанын сұрауға жақындайды, бірақ өзі шабуылға ұшырайды. Ер адам оны жоюға тырысқан кезде, Джесс қорғану жолын іздеп, оған қарсы шабуылдайды. Осы сәтте Джесс жігіттің басының артқы жағындағы жараны байқап, оны әлсіздік ретінде пайдаланады. Ақырында Викторды жеңіп, шабуылдан құтылған соң, ол оқ атылған дыбысты естіп, достарының жағдайын тексеруге асығады. Театрға келгенде, Джесс Салли мен Даунның Грегке көмектесуге тырысып жатқанын көреді, бірақ ер адам оқ жарақатынан көз жұмады. Джесс жақындағанда Салли айқайлап, мұны неге істегенін сұрайды. Себебі Грег өлер алдында оны атқан Джесс екенін айтқан еді. Не болып жатқанын түсінбей, Джесс мұны істей алмайтынын, өйткені Виктормен бірге салонда болғанын айтады. Даун одан неге оларды театрға шақырғанын сұрайды. Ал Джесс ештеңе айтпағанын айтып ақталады. Бұл сөздерге ашуланған жұп ашу ызаларын айтып, Джесске жала жабады. Сол кезде театрдың екінші қабатынан атылған оқтар жұпқа тиіп, олар да көз жұмады. Қатты қорыққан Джесс достарымен бірге тығылуға тырысады, бірақ оқтар әлі жауып тұрады. Ал Даунды атып өлтіреді. Күйеуінің өліміне қайғырып отырған Саллиді Джесс сыртқа сүйреп шығарып құтқаруға тырысады. Алайда жарты жолда Саллиде оқ тиіп, жан тапсырады. Джесс оның денесін қалдырып, өзі келесі құрбан болмас үшін қашып кетеді. Қашу барысында ол асханаға жүгіріп барып, қорғану үшін пышақ алады. Жасырынып жатқанда оның қарсыласы жақындағанын сезеді. Ол жау кеткенше күтіп, қашуын жалғастырады. Жоғарғы палубаға жеткенде, Джесс құтқару қайықтарын байқап, оларға қарай жүгіреді, бірақ басынан соққы алып құлап түседі. Дұшпаны оны атып тастамақ болған кезде, Джесс мылтықтың ұңғысын ұстап, оқтың бағытын бұрады. Шабуылдаушыны жеңген соң, Джесс төменге түсіп, баспалдақтардың артына жасырынады, бірақ әлі де қуғынға ұшырайды. Қарсыласы оны тапқан кезде, мылтық қайта атылады, бірақ оқ дәрісі таусылғанда, мылтығын Джесстің басына лақтырады. Басынан соққы алған әйел дереу тұрып, қашуын жалғастырады. Қауіпсіз орын іздеп жүргенде, ол қабырғада ілулі тұрған балтаны байқап, оны қарсыласымен шайқасу үшін қолданады. Айқас кезінде Джесс қарсыласының кім екенін және неге бәрін жоюға тырысатынын сұрайды. Қарсыласы бетпердесін шешпестен, Джесске бұл кемеге келген экипаж мүшелерін жою керек екенін, тек солай үйге оралуға болатынын айтады. Бұл сөздерді естігенде, Джесс бетперде астындағы адамның әйел екенін түсініп, шабуыл жасайды. Қарсыласы соққыдан құтылу үшін өзін мұхитқа тастауға мәжбүр болады, ал Джесс жеңілдеп демалады. Осы сәтте ол кемеден музыка дыбысын естіп, оның қайдан шыққанын тексеруге барады. Музыканың граммофоннан шыққанын көріп, бірнеше минуттан кейін айнаға қарап тұрғанда, көмек сұраған адамдардың дауысын естиді. Терезеден мұхитқа қарағанда, ол достарына келген қираған қайықты қайта көреді. Бір көріністің қайталанғанын көріп, Джесс не болып жатқанын түсінбей, абыржып, дағдарып қалады. Өзінің екі нұсқасы бар екенін қалай түсіндіретінін білмеген Джесс жасырынып, бірнеше минут бұрын өзі жүрген жолмен топ мүшелерінің жүргенін бақылауды шешеді. Үмітсізденіп, әйел еңкейіп, не істеу керектігін ойлап жылай бастайды. Сол кезде оның қалтасынан кілттері түсіп кетеді, сондықтан достары оны көріп қоймау үшін қашуға мәжбүр болады. Қашу кезінде Даяш айнадағы жазбаны алғаш тапқан сол бөлмеге қайта келеді, және жағдайды шешу жолдарын ойлап, біраз демалуға шығады. Осы кезде Джесс Даунның денесінің теңізде қалқып жүргенін, және шағалалардың оны шұқып жатқанын көреді. Рельстегі қан іздерін байқап, одан әрі шошиды. Осы уақытта Виктор кенеттен пайда болады. Джесс не болып жатқанын түсіндіруге тырысып, достарының денелері кеменің әр жерінде шашылып жатқанын айтады. Мұны естіген Виктор Джесс есінен адасқан деп шешіп, оны тыңдамауға бел буады. Өзінің байыпты қабылданбағанын түсінген Джесс Викторды тоқтату үшін оны қабырғаға итеріп жібереді. Себебі ол достарына барар болса, бәрінің өмірі қауіпте болады деп ойлайды. Сол сәтте ол байқаусызда Виктордың басын ілгекке ұрып, оның бас сүйегіне терең жарақат салады. Досының өліміне себепкер болғанын түсініп, қорыққан Джесс қашып кетеді, топтың қалған мүшелерімен кездеспек болады.
Бірақ бәрі бірнеше минут бұрынғыдай қайталанып жатқанын байқаған әйел ешкімге зиян тигізбеу үшін жасырынып шешінетін бөлмеге кіреді. Онда ол еденге шашылған ондаған қағаз бен барлығын жою керек екенін айтатын жазбаны табады. Бұл жазудың шынымен өзіне тиесілі екенін растау үшін Джесс қарындаш алып, дәптерге дәл солай жазады. Сол кезде ол бұл көрініс шексіз рет қайталанып жатқанын түсінеді. Бөлмені тінтіп жүріп, ол шабуылдаушының киген киімін және қаруға толы шкафты табады. Джесс бүкіл экипажды жойған адам өз екенін түсініп, үйіне қайтып, ұлымен қайта қауышу үшін өзінің көшірмесінің кеңесін орындауды шешеді. Мылтықты алып кеменің дәліздерімен жүріп, Викторды табады. Одан кешірім сұрап, бүкіл топты кемеден шығару үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтынын айтады. Бірақ баспалдақпен түсіп келе жатқан өзінің екінші нұсқасын көргенде Джесс оны жоюды шешеді. Дегенмен триггерді басар алдында ол қылмыс жасаудан бас тартып тоқтайды. Сол кезде оның көшірмесі қашып кетуге мүмкіндік алады. Ал Джесс Виктордан күте тұруын сұрап, топтың қалған мүшелерін жинауға аттанады. Кенет оқ атылған дыбысты естіп, театрға жүгіргенде Грегтің өмірден өткенін көреді. Салли мен Даунды құтқаруға бел буған Джесс өзінің екінші нұсқасын атып тастап, жұпты қашуға көмектеседі. Оның мақсаты шексіз қайталанатын бұл циклдың үлгісін өзгерту. Себебі осылайша олар кемеде тұрып қалмайды деп сенеді. Мылтықты Даунға беріп, кез келген бөгде адамды атып тастауға бұйрық береді. Содан кейін Викторға қарай бет алады. Осылайша барлығы бірге кемеден шыға алады. Негізгі залға келгенде Джесс Викторды таппайды және қан ізін бойлай жүріп кеменің сыртына шығады. Осы уақытта оның зұлым нұсқасы Даун мен Саллиге барып, Виктордың теңізге құлап, өмірден өткенін айтады. Осы сөздерді айтып, зұлым клон оларды бір бөлмеге ертіп апарып, қолайлы сәтте пышақтап өлтіруді күтеді. Достарының айқайын естіген Джесс оларға көмектесуге асығып, дәлізде еңбектеп келе жатқан Саллиді көреді. Ал Даун көптеген жарақаттан қаза болады. Салли бөлмеден қашып шығып, Джесс жақындап қалғанын көріп, қорқынышпен жүгіре жөнеледі. Қатты үрейленген Салли қозғалтқыш бөлмесіне жүгіріп барып, тығылатын орын іздеп, радио табады. Еш ойланбастан, ол радионы қосып көмек сұрап, кемеде бәрін жойып жатқан бір әйел бар екенін айтады. Кенеттен ол Грегтің дауысын естиді, бірақ Джесс оны тауып алғанын түсініп, байланысты үзеді. Салли дереу жоғарғы қабатқа көтеріліп барады. Ал Джесс оны іздеп жүргенде, кемеде бұрын жойылған әйелдердің көптеген көшірмелеріне тап болады. Салли қанша денені көрсе де, кемеде Джесстің басқа көшірмелері бар екеніне сенуден бас тартады. Ол өмірден өтіп бара жатып, Джессті бүкіл топтың жойылуына кінәлайды. Досының сенімін қайтаруға тырысқан Джесс басқа көшірмелерінің бір-бірімен күресіп жатқанын көреді. Олардың біреуі екіншісін теңізге лақтырады. Салли мен экипаждың қалған мүшелері көз жұмған соң, цикл қайта басталады. Джесс тағы да апатқа ұшыраған достарының дауысын естіп, олар кемеге жақындап жатқанын байқайды. Алда болатын оқиғаларды тоқтатуға тырысып, Джесс кемені тоқтатпақ болады, бірақ бұл мүмкін болмайды. Сондықтан ол барлық процестің қайта қайталанғанын бақылаудан басқа амалы жоқ. Осы кезде ол бөлмеге кіріп, айнаға Даунның қанымен жазу жазады. Сосын досының денесін кеменің шетіне сүйреп апарып, теңізге лақтырады. Грегтің денесінен құтылған соң, салонға барып, достарына театрға жиналуды өтінеді. Енді өз кезегі келгенін біледі. Джесс шешінетін бөлмеге қайта оралып, қара комбинезон киіп, шабуылын бастауға дайындалады. Бетіне капюшон жасырып, ол Грегке барып, оған мылтығын бағыттайды. Өміріне қауіп төніп тұрғанын түсінген Грег неге досының өзін өлтіргісі келетінін сұрайды. Сол кезде Джесс барлық экипажды жою керектігін, тек солай цикл қайта басталатынын айтады. Оның жоспары келесі жолы кемеге достарының мінуіне жол бермеу үшін отыратын орында күту. Осылайша әйел оларды барлығын құтқара алатынына сенеді. Солай өз еркіне қарсы бола тұра, ол Грегке оқ атып, ер адам орындықтардың арасына құлайды. Салли мен Даун не болғанын түсінуге тырысып жатқанда, Джесс мылтығына жаңа оқ салып, жұпқа оқ жаудырады. Екеуін жойғаннан кейін, ол өзінің көшірмесін іздеп, басынан соққы жасайды. Джесс қарсыласын есінен тандырғаннан кейін оқ атады, бірақ оның көшірмесі оқтан қашып құтылып, қашып кетеді. Қашу барысында көшірмесі балтаны тауып алып, Джесстің шабуылдарына қарсы өзін қорғайды. Бірақ тағы да тарих қайталанып, капюшондағы әйел дуэльде жеңіліп қалады. Ол өзінің көшірмесіне кемеге келген экипаж мүшелерін түгел жоюды бұйырып, оқтан қашу үшін теңізге секіреді. Бірнеше сағаттан кейін Джесс жағажайда оянып, оны толқын алып шыққанын түсінеді. Сол кемеден ақыры құтылғанына көзі жеткен соң, ол жеңілдеп, жол бойына шығып, үйіне жету үшін көлік тоқтатпақ болады. Өз ауданына келгенде, ол көршісінің газон шауып жатқанын көріп, Мәрі портқа Грегпен кездесуге кеткен кездегідей екенін түсінеді.
Сол сәтте ол терезеден сығалап қарап, ұлының қағазға сурет салып жатқанын көреді. Бірақ оның қорқынышты түстері қайта басталады. Өйткені үйде өзінің тағы бір нұсқасы өмір сүріп жатқанын байқайды. Өз өмірін қайтару үшін Джесс өміріндегі ең қиын шешімді қабылдау керектігін біледі. Бірақ өткен нұсқасының Томмимен ұрсып жатқанын көріп, не істеу керектігіне көзі жетеді. Терезеден қарап тұрған бала анасының көшірмесін байқап, қорқып, көк бояу құйылған ыдысты байқаусызда аударып жібереді. Ашуланған Джесс баланы шапалақпен ұрып жібереді, ал бала қорқып бөлмесіне қашып кетеді. Өткен нұсқасынан құтылуға бел буған Джесс есік қоңырауын басып, құрал саймандар сарайынан балға алып үйге кіреді. Бірнеше минуттан кейін әйел өзінің көшірмесіне шабуыл жасап, оны бірнеше рет ұрып өлтіреді. Бірақ бұл көріністі Томми көріп қояды. Жас өспірімді сабырға шақырып, болғаның бәрі жаман түс қана екеніне сендірген соң, Джесс өз денесін қапқа салып, оны көліктің жүксалғышына жасырады. Сол күні түстен кейін даяшы ұлымен бірге қаладан кетуді шешеді. Жолда ол Томмимен енді ешқашан ұрыспайтынын, және оның қандай жағдай болмасын оны ренжітпейтінін уәде етеді. Кенет бір көгершін көліктің әйнегіне соғылады. Сондықтан Джесс тоқтап, оны жерлеуге шығады. Көлікті тоқтатып, Томмиден көлікте отыра тұруды сұрайды да, құстың денесін жағажайға лақтырып жібереді. Сол кезде құмда көгершіндердің көптеген өлекселерін көріп, бұл циклден әлі де құтыла алмағандай сезімге бөленеді. Қорқып кеткен әйел көлігіне қайта жүгіріп, жолын жалғастырады. Бірақ сапар кезінде Томми алдыңғы әйнектегі қан іздерін көріп қорқып кетеді. Джесс алаңдап көлігін басқаруда абайсыздық танытып, жолдың қарсы бағытына шығып кетеді. Нәтижесінде көлігі жүк көлігімен соқтығысып, аударылып кетеді. Апаттан кейін бірнеше адам көмекке келіп, анасы мен ұлын өлі күйінде табады. Бірақ таңғажайып жағдайда Джесс тірі қалып, апат орнынан табылған әйел оның көшірмесі болып шығады. Ұлын қайтаруға деген ұмтылысымен ол такси жүргізушісін тауып, портқа апаруын сұрайды. Осылайша ол кемеге қайта отыру сапарын бастайды. Сонымен сізге бұл фильм қалай ұнады? Пікірлерде қалдырыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, жаңа фильм шолулар үшін арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.